Ал жиналыңыздар жамағат, бүгін Омар ибн Аль-Хаттаб радиаллаху анху өмір тарихын айтамыз. Алла елшісінің ең жақын болған екінші халифа кім? Омар ибн Аль-Хаттаб. Алла оған разы болсын. Ол жастайынан батыр болған, әкесінің малын бағып, кейін саудамен айналысқан. Сол кезеңдегі салты берік ұстанатын адам болды. Түйелермен күресіп, әркіммен ерегіскен қызба дейді ғой, қызба. Өте қатыгездігімен танымал болды. Бірақ мұсылмандықты қабылдағаннан кейін бұл қасиеттер жоғалып, мүлде басқа адам болды ғой. Жалпы қалай мұсылмандыққа келгенін білесіздер, жолда келе жатады, пайғамбар саллаллаху алейхи өлтірем деп сөйтіп жолда Нуаймды кездестіреді. Ол кісі сенің қарындасың, тіпті мұсылмандықты қабылдап қойған дегенде ашуланып бірден қарындасының үйіне барады. Сөйтіп қарындас оған ақиқатты, хақ дінді айтады. Бірден пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ойы өзгеріп, мұсылмандықты сол кезде қабылдағанын айтады. Омар ибн Аль-Хаттаб, Алла оған разы болсын, мұсылман болғанға дейін біз Қағбаға барып намаз оқи алмайтын едік дейді. Ол мұсылман болғаннан кейін Қағбада алаңсыз намаз оқуға қол жеткіздік қой дейді. Әл-Арқам деген, Алла оған разы болсын, сахаба болған. Сол кісінің үйінде жасырынып намаз оқитын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің кішігірім жамағатымен. Сол кезде осы Омар радиаллаху анху мұсылмандықты қабылдағаннан кейін ол да бірге оқып жүр ғой. Bir күн айтады екен, неге жасырынамыз дейді. Құлшылығымызды Қағбаға барып жасайық та. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жариялаудың уақытының уже келгенін түсінеді. Қағбаға қарай бет алып келе жатыр. Қатардың біреуінде Омар радиаллаху анху, екіншісінде айбарлы баһадур, кеше айттық қой, Хамза радиаллаху анху. Мұсылмандардың бұл күйде көрген мүшриктер таң қалып қалады да, кейбіреулері Омар оларды тұтқынға алған екен деп ойлап қалады, жаңа алдында кетіп баратыр ғой. Олай емес, біз Омарды да жоғалтып алдық дейді. Қағбаға келді, намаздарын оқыды. Құрайыштар анау жақтан қарап тұр. Ешкім ештеңе істей алмайды. Сонда Омар радиаллаху анху оларға қарап, ешкім тұрған жерінен қимылдамасын, әйтпесе бастарыңды алам дейді. Мүшриктер аузына құм қойылып, тұрған жерлерінде қазықтай қадалып қалады дейді. Бірде Алла елшісі сұрайды, я Омар дейді, мені қаншалықты жақсы көресің деген кезде, ей Алланың елшісі, жанымнан өзгенің бәрінен қатты жақсы көрем дейді. Мені жаныңнан да артық жақсы көрмейінше толық иман еткен болмайсың дейді. Я Алланың елшісі, сені жанымнан да артық жақсы көремін десе дегенде, Алла елшісі оған, міне, енді толық имандасың деген. Абдуллах ибн Масғуд былай дейді, таразының бір жағына Хазіреті Омардың ілімі, екінші жағына жер жүзіндегі адамдардың ілімі қойса, Омардың ілімі ауыр тартады дейді. Омар радиаллаху анху халифа болып тағайындалғаннан кейін өзіне жүктелген жауапкершіліктен қайғысыз ұйықтаған кезі болмады дейді. Түн демей, күн демей өзінің міндетін адал атқаруға бойындағы бар қабілеті мен қасиетін жұмсаған адам. Ол Мәдинаның көшелерін жиі аралап, көмекке мұқтаж адамдарды өзі іздейтін. Бірде түн жамылып көшеде аралап жүрген кезде бір үйдің жанынан өтіп бара жатады да, кішкентай балалардың жылаған ащы дауыстарын естиді. Үйдің есігін қаққан кезде іштен үлкен әйел шығады. Омар радиаллаху анху балалардың жылау себебін сұрайды ғой, неге жылап жатыр деп. Әлгі әйел 2 күн бойы тамақтанбағандарын, балалардың аш екенін айтады. Оларды алдап ұйықтату үшін қазанға тас салып қайнатып жатырмын дейді. Мұны естіген Омар радиаллаху анху жан түршігіп кетеді. Мен қазір тоса тұрыңдаршы дейді, күте тұрыңдаршы, қазір қайтып келемін дейді. Дереу қазынадан ұн, май, азық түлікпен киім-кешек толтырып, иығына салып, құстай ұшып келеді ғой. Көмекші адам жүр қасында, мен ұстайын десе бермейді дейді оған ше. Қияметте менің жүгімді сен арқалайсың ба деп бермей қояды екен. Сөйтіп жаңа үйге келеді ғой. Әйел балаларына тамақ пісіріп береді. Балалардың тойынғанын ғана көрген кезде, жоқ, тойғанын көріп қана оның көңілі тынышталған екен. Сонда Омар радиаллаху анху тұрып кетіп баратқан кезде жаңа әйел айтады екен, Алла саған разы болсын дейді. Омардың орнында халифа болуға сендей адам лайықты деген да. Ол әйел білмеген ғой, Омар радиаллаху анху өзі жүгіріп жүргенін. Омар, Алла оған разы болсын, халифа болып тұрған кездің өзінде жамаулы шапан киген ғой, тігіс шапаны болған. Ол ашуланып тұрған кезде біреу қасына келіп Құран оқыса, ашуы тез тарқайды екен. Жауапкершілігі мол, әділ халифа. Өлімді әрдайым еске салып тұру үшін өзіне қызметші тағайындап қояды ғой. Ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жаңа жұпыны, қарапайым өмір сүргенін көріп, үйіне барған кезде қамыстан жасалған шидің үстінде жатыр екен дейді. Бас жағында құрма жапырақтарынан жасалып, терімен қапталған бір жастық тұр. Аяғының астында иленген кіші тері ғана бар еді дейді. Мүбәрәк денесіне түскен қатты шидің іздерін көрген Омар радиаллаху анху жылап жібереді ғой. Көз жасын байқаған пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сұрайды ғой, ей Омар, неге жылап отырсың десе, я Алланың елшісі, Иран мен Византия императорларын қарашы дейді, қалай өмір сүріп жатыр. Сен
Алланың елшісі болғаныңа қарамастан осындай жұпыны өмір кешесің ғой, соған толқып отырмын дейді да. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, бұл дүние олардікі, ал арғы дүние біздікі болғанын қалайсың ба дейді. Омар, Алла оған разы болсын, намазда тұрған кезде ұмытып кетеді дейді. Намазға кіріп кеткен ғой, жүректі Алланың алдына қойып қояды. Ана тіпті Әбу Лүлу бар ғой, оны өлтірген адам, Омар радиаллаху анху намаз оқып тұрған кезде келіп пышақтайды. Пышақ сұғып жатыр да. Үшінші рет пышақ ұрғанға дейін ит деп ойлап қалдым дейді да. Ит келіп тұр деп ойлап қалдым дейді. Яғни бұл оның намазға қаншалықты мән бергендігінің белгісі. Пышақтағаннан кейін есінен танып жатқан Хазірет Омар радиаллаху анху есін жинату үшін қандай шара қолданса да есін жимайды дейді. Я Омар дейді, намаздың уақыты келді деген кезде көзін ашады екен. Намаз оқымағанның исламнан нәсібі жоқ деп. Өлім аузында жатқан кезде ұлы Абдуллахты қасына шақырып алады. Қарыздарын төлеуді өсиет еткеннен кейін мүміндердің анасы Айша анамызға өзінің пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мен Әбу Бәкір радиаллаху анху жанына жерленуі үшін рұқсат сұрашы дейді. Мүміндердің анасына барып оған сәлем айтып жатыр де. Бірақ мені мүміндердің әміршісі деп айтпа. Мен бұдан бұлай мүміндердің әміршісі емеспін. Оған Омар ибн Аль-Хаттаб, яғни Хаттаб ұлы Омар достарының қасына жерлену үшін рұқсат сұрап жатыр деп айт дейді. Абдуллах әкесінің бұл сәлемін жеткізген кезде Айша анамыз жылап жүреді екен. Негізі бұл жерді мен өзім үшін сақтаған едім дейді. Бірақ бүгін Омарды өзімнен артық көрем деген екен. Ұлы сол жауапты әкесіне жеткізгенде Аллаға сансыз бадақ. Мен үшін бұдан маңыздырақ ештеңе жоқ деген екен. Қайтыс болғаннан кейін Айша анамыздың үйіне жеткізіліп, пайғамбарымыз Алланың оған егілмен сәлем болсын және Әбу Бәкірдің радиаллаху анху қасына жерленген екен. Дәл осы ұлы кісілердің жатқан жерін көресіздер иншалла, көруді жазсын, амандасуды жазсын осы кісілерге. Мен де сол игі ұлы сапарға аттануға қаражат жинап жатырмын. Үлес қосамын десеңіздер, Алла сіздерге разы болсын. Амин.